Сәлеметсің бе Әли? Қазір жаратылыстану сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз далада және үйде киетін киім. Біз білеміз, Әли, үйге және далаға киетін киімдер әртүрлі болады. Мысалы, біз үйде жеңіл-желпі киім киетін болсақ, көшеге, далаға біз күннің ауа райының суықтығына, жылылығына байланысты киімдер киеміз. Және де біз білеміз, ұл балалардың киімдері бөлек болады, және қыз балалардың киімдері бөлек болады. Мысалы, ұлдар көп шалбар киетін болса, қыздар көбінесе көйлек киеді, белдемше киеді. Ұл балаға және қыз балаға арналған киімдерді және ата және көрсет. Ұл балада, қыз балада кие алатын киімдерді ата және қарындашпен қоршапсыз. Экран алдында сенде ұл мен қыздың киімдері берілген. Бірақ кейбір кезде ұлдар да, қыздар да киетін киімдер бір болады. Мысалы, нені айтуға болады? Мысалы, футболка, қыздар да, ұлдар да кие алады. Кофта, кейбір кофталар ұлдардікі де, қыздардікі де болады екен. Сен қазір осы тапсырмада сызықпен көрсетесің, ұлға тиістісін ұлға қаратай сызықпен, қызға тиістісін қызға сызықпен көрсетесің. Және Марат стадионға Алайсұлу қонаққа бара жатыр. Балаларға киім таңдауға көмектес, сызық арқылы көрсет. Мысалы, Айсұлу қыз, ол қонаққа бару үшін қандай киім киеді? Әрине, оған көйлек киюге болады. Қай көйлекті қонаққа киеді, соны сызықпен көрсет. Ал Марат стадионға барады. Стадионға бару үшін қандай киім киюге болады? Соны сызық арқылы көрсетесің. Келесі тапсырмаға қарай. Сөз таңда. Мектепке арналған киім мектеп киімі деп аталады. Әйел адамдарға арналған киімді әрине әйелдер киімі деп аталады. Ер адамға арналған киім қалай аталады? Ерлер киімі дұрыс. Жұмысқа арналған киімді жұмыс киімі деп атайды екен. Спортқа арналған киім спорт киімі деп атайды. Осы сөздерді жақсылап тұрып жаза қой. Бөліктерін тап тапсырмасы. Серуенге киетін киіміңді қара. Онда бар бөліктерді таңбамен белгілеп, птичкамен белгілесін. Мысалы, мен өзімнің сыртқа киетін киімімді қарадым. Бұнда не бар? Жаға, әрине менде жаға бар, капюшоным да бар, жеңі бар, Сенің киіміңде жең бар ма? Бар болса, сен оны птичкамен белгілейсің. Манжет бар ма? Белдік бар ма? Қалта, түйме, сырма, резеңке бар болса, птичкамен белгілеп жазып қой. Киімдер. Суретті қара, киімді ата. Киім не үшін керек? Қалай ойлайсың, киім не үшін керек? Мысалы, киім қыста тоңып қалмау үшін керек. Жазда киім біздің терімізді күйіп-күйетуден сақтайды екен. Төмендегі киімдердің сыңарсыз киюге бола ма? Птичкамен белгіле. Қалай ойлайсың? Мысалы, суретте қолғап берілген, шұлық берілген. Олар екі-екіден жұппен беріледі екен. Оларды жұпсыз киюге бола ма? Мысалы, бір қолыңа қолғап киіп, екінші қолыңа қолғап кимеуге болмайды. Сол себепті біз жоқ дегенді таңдаймыз. Қолға арналған киімді тап және оны қызыл қарындашпен қоршап сыз. Әрине, мұнда біз екі қолғапты көріп тұрмыз. Аяққа арналған киімді тап және оны көк қарындашпен қоршап сыз.
қайсы аяққа арналған киім екен, соны көк қарындашпен сызып қоршап қой. Маратқа санамақтарды оқуға көмектес. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қой. Керекті сөздер бөрік, етік, ішік, тымақ, байпақ. Бір дегенім бөрік, кесен бойға көрік. Екі дегенім етік, киер сәнді етіп. Үш дегенім ішік, теріден тігер пішіп. Төрт дегенім тымақ, қыста кесен жылақ. Бес дегенім байпақ, іші жылы жайпақ. Өте жақсы. Қолғап тоқимыз тапсырмасы. Қолғаптың түсін өзің таңда. Осы қолғапты әдемілеп тұрып бояймыз, жақсы ма? Сабағымыз аяқталды. Әли, далада және үйде киетін киімдер, қандай киімдер болады, және қайда біз оларды киетініміз саған белгілі болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау бол.